жаңағы әртістерді әңгімесі әлі айтып жатырмын. Енді маған құдайсың деп тешіп бермей жатыр. Может быть, жаңағы президенттік орынды алып қояп бірдеңе деп па. Енді я не знаю, тоже, например, бүкіл әлемде құдай болып шыққан мен ғана. Маған қалыптастап жағдай жасау керек. Енді мейлі маған жасамаса, мейлі қойдық енді, оның бірдеңесі болады. Одан қалып Нұрғали Мүсіпжанов ше, өткенде де оның үйін тартып апты. Алда мошенниктер үйін тартып апты. Вот жас қызға үйленді, бірдеңе далада қалды, бірдеңе деп жатыр. Бұл не деген сұмдық? Во-первых, сосын мынау Меруерт Өтекешеваның бұл кісі бәрің математиканы білетін шығарсыңдар, математика білмейсіңдер ме? Бұл кісінің Қыз жібек киносын көрудің өзі, Қыз жібек киноны просмотрдың өзі, ол қанша ақша істеді үкімет ше, оларға қатысқан сол математиканы есептегеннің өзінде бұл пожизненная гарантия обеспечения болу керек қой бұларда. Қыз жібек деп атын жамылып қазақтар өздерінше болып, Қыз жібек Бекежан деп әрбір білмейтін қазақ бар ма? Қыз жібек пен Бекежанды білмейтін қазақ бар ма киносын? Sonra ойнаған әртісі осы, например, Меруерт Өтекешева. Қалай бұл кісінің жағдайы нашар болуы мүмкін? Қалай? Бұлар постоянно үкіметтен жаңағы, почему біздің президенттер Нұрсұлтан Назарбаев или қазіргі, например, Тоқаев придумали себе возможность, кеткеннен кейін они должны быть на государственном обеспечении. Неужели солар осы президенттен артық кем заслугалар бар осы Меруерт Өтекешева сияқты, Мүсіпжанов, Нұрғали Мүсіпжанов әртіс, например, әнші Алатауды айтқан кезде қалай айтады дауысы деген шыңғырлап тұр. Бұл деген неге адамға бұлай неге мен сөзім жетпейді, бұл мен эмоциямды түсініп отқансыңдарса, мен қалай это болуы мүмкін, қалай это можно допустить, это қандай позор для всего Казахстана это. Не деген сұмдық бұл? Это масқара ғой. Енді Меруерт Өтекешева өте әдемі кісі, өте заслуженный кісі, еңбегін істеп неғып жатыр. Бірақ енді олардың салған үлесі ше, өмір бақи ғой, өмір бақи. Қалай президент, Қыз жібек пен Төлеген шықты киносы. И оно прокручивается, ел қанша ұрпақ сол тәрбиеленіп жатыр, сол киноларды көріп. Бұларға процент сияқты түсіп тұру керек қой, по-любому, если даже оның сатуымен ешкім айланысып атқан жоқ ше, Голливудтағыдай айланса, бұл миллиардер адам ғой. Сендер оны биліп тығып Қазақстанда ұстап, енді келіп көшеде типа Баян Есентаева ма, кім еді анау? Содан қайырымдылық алу керек. 2 айдың ішінде жыламашы, сіздің жылаған, я вас первый раз вижу, жыламашы деп арқасынан қағып қойып жатыр. Что за позор это?